Дастархандарыңыздың сәні болатын, барлық қонақтардың көңілінен шығатын, өте жұмсақ, дәмді булочкидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, осы рецептпен жасап көріңіздер. Бізге жылы сүт керек, су керек, дрожжи қосып, қант қосамыз, ұн қосып, апара дайындаймыз. Бетін жауып қоямыз. Мінекей апарамыз дайын. Енді май құямыз, сода, бір жұмыртқа қосамыз, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды електен алдын ала өткізіп аламыз. Апарамызды осылай құйып, енді жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей осындай кішкене қолға жабысатын жұмсақ қамыр болады. Ұн көп қосудың қажеті жоқ. Енді бетін жауып қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз көтерілді, өте әдемі қамыр болып шықты. Бетіне кішкене май жақтым. Дастарханға да кішкене май жағып, қамырды енді өлшеп, бөлшектерге бөлеміз. Мен 50 граммнан өлшедім. Ал сіз өз қалауыңызша жасасаңыз болады. Осы кондитерский шпатель өте күшті екен. Қыздар дастархандарыңызды кеспейді. Өте ыңғайлы екен жұмыс жасауға. Мінекей енді булочкиларымызды жасаймыз. Мен қарапайым әдіспен жасадым. Мінекей. Ал сіз өз қалауыңызша жасасаңыз болады. Достар, менің парақшама тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер осы рецептпен жасап көрсеңіздер, міндетті түрде пікірге жазып кетіңіздер. Духовкамызды алдын ала қыздырып қоямыз. Енді булочкеміздің бетін жауып қоямыз. Ол кішкене көтеріледі. Көтерілген булочкенің бетіне осылай жұмыртқаның сарысын жағып, духовкамызда пісіріп аламыз. Мінекей өте әдемі, жұп-жұмсақ булочки болып шықты. Ас болсын.